Амансыздар ма, құрметті оқырмандар? Каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тіл каналының дамуына үлес қосып тіркеліп жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Өмір маған үйретті жыламауды, қиын сәтте сүрініп құламауды, жақсы досты қадірлеп адал болып, жаман достың жағдайын сұрамауды. Өмір маған үйретті сүюді де, күйіктерге жынданып күйуді де, шын сүйген адамдарға адал болып, өткінші бақытыңды сүю деме. Өмір маған үйретті ұнатуды, өзімді жылатқанды жылатуды, кінәсізді түсініп кешіруді, кінәліден кешірім сұратуды. Өлшеп берген өмірді сүруден еш шаршама, құлазыған көңілден көзіңнен жас тамса да, күліп қара өмірге, күлімдеуден шаршама, күліп өмір сүре бер, аяғыңнан біреу шалса да. Балаларыңның бақыты үшін өмірдің сынағына сынба, себебі сен сүйгендей ешкім сенің балаңды бауырына баспайды. Адам өміріндегі ең үлкен қуаныш бала сүю. Ерекше болуға тырыс, өзен ағысымен тек өлі балық қана жүзеді. Бір-біріңе сыйлық сыйлаңдар, өйткені сыйлық арадағы махаббатты арттырады. Әйел мықты еркектің саясында бақытты болу үшін жаратылған. Әке деген биік тұрады бәрінен. Асқарым бар өте биік әке деген. Кеше ғана бала едім әкелеген. Үлгі тұтар тұлған кім деп сұраса, ойланбай-ақ сол сәтте әке дерем. Әке деген көк аспан ғой сабырлы, сол мінезбен көркем әрі қадірлі. Әке деген биік тұрады бәрінен, бұл шындықты мойындайды барлығы. Бауырлар, тұрады ызғырып дауылдарда, дауылдардан тығылатын тауың бар ма? Биік таудың жоқ керегі, мықтысың қасыңда бауыр барда. Балалықта бірге өскен, өскеннен соң өз отбасымен кетеді екен бауырларда. Адам өмір деген тесік шелекке құйылған су тәрізді болады екен. Тіршіліктің оны-мұны шаруа қамымен күйбеңдеп, басын қатып жүргенде, бір күні сарқылып бітіп қалғаныңды білмейде байқамайда қалады екенсің.